Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет, өте дәмді, ең бастысы жасалу жолы өте оңай. Томпақ әдемі болып шығатын, жұмсақ болып шығатын қимақтар құятын боламыз, яғни оладьи жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны толықтай қараңыздар. Керекті заттардың құрамын мен описаниеда қалдырдым, сол жерден көре аласыздар. Ең алдымен біз айранға 1 шай қасық сода салып, жақсылап араластырамыз. Қазір содамыз айранды көтере бастайды, араластыра береміз. Және үстіне жарты шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді үстіне 1,5 ас қасық қант салдым. Оны да жақсылап араластырамыз. Міне байқасаңыздар, біздің айранымызды сода жақсылап көтеріп жатыр. Араластырамыз. Енді ұнымызды шетінен салып отырып араластырып отырамыз. Міне біз ұнымызды толықтай салып, енді жақсылап араластырамыз. Міне достар, бізде осындай қоймалжың масса шығу керек, және оны біз бірден қазір табаға пісіре бастаймыз. Құрғақ табамызға, қызып тұрған табамызға майды құямыз, және құймақтарымызды орташа отта пісіреміз. Құймақтарымыз қызарғанша пісіреміз. Қызарғаннан кейін екінші жағына аударамыз. Екінші бетінде қызарғанша пісіреміз. Қараңыздар, қандай томпиып әдемі болып шықты. Сондай пышный әдемі болып шықты. Міне достар, біз қимақтарымызды құйып бітірдік. Өте керемет дәмді болып шықты. Жұмсақ, міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым.